қыздар, бүгін қуаныштың күні, ақ тілек пен батаның күні. Бүгін сіздердің аяулы қыздарыңызға сырға салып, болашақ келініміз етейік деп ниетпен келіп отырмыз. Қыз деген ата-ананың көркі, елінің көркі, үйінің гүлі. Бүгін сіздердің осындай аяулы гүлдеріңізге, аяулы іңкәр қызымызға сырға тағып, болашақ жұбайының амандығын тілеп, шаңырағына шаттық тілеп келіп отырмыз. Бұл ақ алтын сырға ата-ананың ақ тілегі, екі елдің татуластығының алғашқы қадамы. Бұдан кейін де алдағы тойымыз Құдай қаласа өте шаттықта өтсін, құдалығымыз құтты болсын, сырғамыз салтанатты болсын. Басыңа бақ қонсын деп, қол айналаның жолдарың ашық болсын деп, жаңа отаудың ішінде шаттық береке болсын деп. Дәстүрдің бір сәні, ақ тілектер айтылатын ақ күні. Асыл қызым аяулы бір арманым, бүгін саған ақ жол тілеп барша жұрт. Сырғаң тағылып, жаңа өмір басталып, бақытыңа бастасын бола қадам. Сырғаң салынсын айналайын ақ қызым, баққа толсын барған жердің әр жүзі. Ақ босаға аттағанда қуаныш, махаббатпен жайнасыншы өмірің. Сырғаң салынсын айдай сұлу аруым, ақ тілектің қабыл болсын барлығы. Екі әулет құда болып қуасын. Мына әулетте жаңағы көп ағайынды деп естіп отырмыз. Көп абысындар енді Алланың қалауыменен. Абыс қолдап, қорғап, бірінші Алла, аман есен болсаңдар, өздерін көтермелеп, қолдап, сондай жақсы қылып алсаңдар, енді барған келін әрине, ол бақытты болам деп барады, сол үйдің жаңағы ұрпағын көбейтем деп барады. Алла тағала маңдайларыңа бақ берсін, береке бақыт берсін барлығымызға. Бақытты болыңдар. Акалек сырғаның көріндігі отақан. Ал енді біздің қызым келініміздің алматанды құтты болсын. Ал құда-құдайларын уайымдамаңыздар. Тек дәулетке келе жатыр. Өздеріңіз көрдіңіздер құдағиларыңыз. Құдалар, төрге шыққан қадамдарыңыз мың жылдыққа жалғасатын құда болыңыздар. Апа, Мирас, Құралай, Дархан, Азамат, мына жақта бәріңізге құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Акалек, біз еркелетіп акалек дейміз. Акалек ол аңсап күткен, сағынып күткен қызымыз бәріміздің. Сол кезде біздің Раушанымыз дүниеге келген, Құралай Раушанның кіндік шешесі. Өзі сол Раушан дүниеге келгенде қасынан жүріп, жаңағы бір тілегін тілеп, соның артынан іңкәр ерді, кәмшат ерді. Сонда Құралайға айтатын едім, Құралай ертең мына қыздар бақырып жылап жүрген қыздар, бір күні бұларды адам болып, осыларды ұзатамыз-ау деді. Міне сол күнге жетіп тұрмыз. Ұзақ адам болсын, балалар бақытты болсын. Біздің қымбатты бақыт құдамыз былтыр осы шаңыраққа ең алғаш қадам жасап, құдалықтың бір ауылын жақындатып еді. Аға дейміз, құда дейміз. Сіздердің қадамдарыңыз құтты болып, балалар міне
артынан тойға аласып жатыр. Наурызбек кеше келіп мәз болып жатырмыз, келіп қызмет етіп жүгіріп жүр. Осыдан артық бақыт жоқ. Сол біздің Іңкәрі мен Нұрланда біздің бәрімізді қуантып, ертең Айсұлу тұрмысқа шыққанда, Арыстанбек үйленгенде шапқылап қасымызда жүрсін. Бірден айтып қойып жатырмын. Олардың көзінше. Уже жұмсаласың ба? Уже жұмсалатырмыз. Тек осындай арамызда сіз біз болып, сыйластық болып, бір-бірімізге сондай бір сағынса, аңсап күтетін құда болып, туыс болып жүре берейік. Қымбатты достар, құтты болсын. Той-тойға ұласа берсін. Мирас, балалар бақытты болсын. Апа, ортамызда тек басшы болып, жарқырап жүре беріңіз. Сіздің айтқан тапсырмаңызбен бәріміз жүгіріп жүрейік осылай. Биле десеңіз билеп, жүгір десеңіз жүгіріп. Жақсылық болсын. Ореге көп-көп рахмет. Келесі той сіздің ауылға жұғысты болсын. Керемет басқарып жатырсың. Еп қолмен тапқанда 10 мың берген мынау. Енді осылай мақтан Ақтөбеден келіп отырғасын, Ақтөбеден келген, алыстан келген достарымызды қу сүйден құр шықпа деп, ақ бере қойшы, Наурызбек бір кремді. Осындай, әрқайсыларыңызға осындай кремді арқылы өтесіздер Ақтөбеге. Бізден естелік, құрметті Ақтөбе достар. Алыңдар. Мына жерден алты жасында жоқ қазір. Анадырға апарып қоя ғой, Ал қадірлі қалайық, Мирас рахмет мәлекей. Кілемден жамылып жатып олады. Ұшатын кілем емес пе? Рахат болар деген ғой. Енді мына осы 3-4 күннен бері осы Ақтөбеде. Құрметті ағайын, құрметті құдалар, жалпы қазақтың сөзі бар ғой, дастархан тек қана жақсылыққа, қуанышқа, тойға жайылсын деген. Осында келіп отырған міне алғашқы рет қадамдарын басып отырған, үйімізге жақсы ниетпен келіп отырған, сырға салып отырған құдаларға, жаңа мен құдалардан сұрадым, неше отбасы деп, 16 отбасы деп, 16 отбасыға осындай мінекей дастархан стол, жер стол, қазақтың жер столы, ұлттық жер стол, әр отбасыларға міне тек қана жақсылыққа, қуанышқа, тойға жайылсын деп, қазір әрқайсыларыңыз осындай столдан алып кетесіздер. Дастархан тек қана қуанышқа, тойға, жақсылыққа жайылсын. Асыл мұра компаниясының столы өте керемет, сапасы өте жоғары. Тек қана дастархан тойға жайылсын, құрметті ағайын. Рахмет. Al ketip, Sımılyaki Rahman. Ketip. Қол соғып отырыңыздар қайекен. Рахмет. Отыра қойыңдар. Құдалар төстейсіздер де болады ғой, әйелдерді көп куәлікке тартпайды ғой, шариғатта. Насың жыласын, қазір не телефон дейді, одан емес, басқасына ойындайсың. Әйтеуір отбасы болып кетсе екен, өнегелі, әдемі, тәтті отбасы болып кетсе екен, барған жеріне сыйып, тастай батып, тастай батып, судай сіңіп деген сияқты. Соған ойындайды екен. Енді
бәріміздің балаларымыз бақытты болсын. Мына жерде қызды қияға, ұлды ұяға дейді ғой. Сондай отбасылар балаларымыз болса, үйленейін деп жатқан балаларымыз болса, сол барлығымыздың балаларымыз бақытты болсын, әбілі шүбірлі болсын, мақтанатындай болайық. Тек балаларымыздың қуанышын, жақсылығын, бақытын көруге Алла нәсіп етсін. Ортамызда аналарымыз 100 жасасын. Мына жерде біздің мамамыз отыр, жаңа Қабиза апам, Алтынай әжем, біздің құда-құдағилар, сізге көп-көп рахмет. Мамамның құрбылары, достары, нағашылары, мен қалжыңдаймын ғой кейбір кездерде. Папам қайтыс болып кеткен кейін нағашыларымыз көйіп кетті өзінің үйде. Жаңа жалпы мен қалжыңдаймын деп тұрмын. Себебі біздің әулетте ең үлкені мен қалғанмын ғой. Сосын менен кейін жаңағы Жарас, мен папамның ағасының баласы, бірақ оның жолы үлкен, Жарастың. Сол бата берейміз деп отырғанда әулетіміздің үлкендері өзіміз болып қалғанбыз. Былай қарасаңыз, енді өзімізді жас деп тұрсақ та 50-де кеткесін уже үлкен ағалар болып жатырмыз ғой, енді Құдайға шүкір. Сол енді бір кемшіліктеріміз болса, ренжімесіңдер, кешірім сұраймыз. Қолымыздан келгенше дайындалдық, қолымыздан келгенше бүкіл нәрселерімізді жасадық, дәстүрге сай деген сияқты. Сол айтарым. Тек қана жақсылықта, тойда, қуанышта кездесейік. Ертең бұйырса ұзату тойымыз болады. Баршаңыз келесіздер деп ойлаймын, Алла қаласа. Алла абырой берсін. Ойдағыдай өтеді деп ойлаймын енді. Сол. Енді тілегімізді, Дархан, сен жалғастырып жүресің? Мен сияқты ғой, бала деп, осы баланың қамын ойлап, бала деп өмір сүріп отырған аналардың бірімін бар. Енді мен өте ризамын. Мерасымның достарына, достарыменен қоса келіншектеріне, сол құттайларына бірге өсіп, бір-бірлерін өте жақсы көріп, сондай бір жақсы, бір үйден шыққан балдар сияқты барлығы. Өте ризамын. Алладан тек осылардың барлығы бақытты болса екен, қыздарым қияға, ұлдарым ұяға қондырып, шаңырақтарында кілең той болса екен деп тілеп отырамын. Соның бер жағында мынау жаңа Құралайды, енді қалай айттай кетейін, Құралайды көріп отырсыңдар ғой, енді көзбен тілден аулақ етсін. Құралайға не деп ат қойдым? Ақпатшам дедім. Ақпатшам деп ат қойдым. Ақпатшам деп ат қойдым Құралайға. Айтсын деп атым ғой. Ақпатшам деп ат қойдым. Екінші әсемге президент деп ат қойдым. Үшінші Инараға гүл бағым, сая бағым деп ат қойдым. Үшеуіне де Алла разы болсын, мен де ризамын. Алланың сондай осындай келіндерді беріп маған. Менде қыз жоқ, қыз болғаным онша аңсағанда жоқпын. Енді Алла тағала берді ғой. Немерелерім қыз болып, құда жекжат болып, жаңағы алтын сақинамды білезігімді тағып қыздардың арқасында сөйтіп жарқырап жатырмын. Алланың бергеніне шексіз шүкіршілік етемін. Алла беріп жатыр. Осы бала шағаларым барлығы аман есен етіп, Алланың бергеніне шүкіршілік етемін. Осы Мирас Дархан Азамат Аллаға аманат деп отырған балдарым ғой.
өте жақсы өсті деп ойлаймын. Оқыды, барлығы да грамотный, жаңағы Алланың ақ құлдары деп ойлаймын. Алла тағала тек заңынан сүйіндіре берсін, бұлар да қызды ұяға, ұлдарын ұяға қондырып, бұлар да сол бала шағалардың рақатын көріп, ауыз біршіліктері болып, балдары бір-бірімен араласып, тұраласып, сол аман болсын деймін. Мына жерде менің Курманқұловтарым тұр. Алла зор болсын, барлығына да. Тастарына береке берсін. Мынау сендердің достарына Мирас Құралай өте ризамын. Алла жар болсын. Барлығына да алматылығың бар, ақтөбелігің бар, барлық жан-жағыңдарың бар, барлығында бақытты болыңдар, аман есен жүріңдер. Менің де туыстарым барлығы да келіп жатыр, көтеріп жатыр жан-жағынан. Мына жалғыз қайнысының Хапиза, жаңағы абысының құдағиым, міне құдағиым менің отыр. Енді Астанада құдағиым келе алмай қалды, ол құдан шамалы ауырыңқырап жатыр. Мына жерде мінекей менің інілерім, бауырларым, жиендерім, нағашыларым, барлық сіңлілерім, барлығы да шүкір Аллаға, барлығы да жан-жақтан келіп, қуантып, тек жақсы болып жатырмыз енді. Осыдан артық не керек, осындай тойда аттарын шаршатып, жаңағы ту алыстан, Ақтөбеден де жан-жақтан барлығынан келіп жатыр. Астанадан келіп жатыр. Атасы да айтып жатыр. Аман болыңдар, бала шағаларының рақатын көріңіздер барлығыңыздар. Той-тойға бас. Үні, мына сахнаға шыққандағы көрінісі, Құралайдың әдемі сондай бір аржағында тұрған үнді сазымен бірге, бір-біріне деген махаббатты балаларына мақтап тұрып, берген үйлесімі әрі қарай екі жастың бойында үнемі сақталсын дейміз. Жастар бақытты болсын, екі жақ бір-біріне әрдайым жақсылық тілеумен қатар үлкен сыйластықпен өмір сүріп, мың жылдық құда дейді ғой, мың жылдық құда болуға жазсын Алла тағала. Мына күйеу балаларыңыз сіздерге жақсы күйеу болсын, сіздердің икемдеріңізге келетіндей, апама ұнайтындай, Құралайдың ойынан шығатындай, мираспен бірге ойласа алатындай жастар болсын. Бақытты болсын балалар. Айналайын қарағым алтыным, ақ жүзі
жатқан